Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге өте жұмсақ, дәмді болып шығатын, шұжықпен жасалатын пирожкиді рецептісімен бөлісемін. Өте дәмді болып шығады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен ыдысымызға ұнды, жұмыртқамызды, жылы сүт пен жылы суымызды құямыз. Ашытқымызды саламыз. Қант, тұз және де 2-3 қасық сұйық майымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Қамырымыз жұмсақ болу керек. Ашытқымызды 1 сағатқа жылы жерге жауып қоямыз. Пирожкиміздің көлемі бірдей болу үшін мен әр бөлікті 80 грамм қылып аламын. Пирожкиміздің салмасына шұжығымызды салып, жақсылап түйеміз. Пирожкиміз осылай жақсы, жұмсақ болып піседі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де мен каналыма қолдау жасап, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Рахмет.